danışpan boluptu. Ол жан-жануарлардың тілін біледі екен. Danışpan жолаушылап келе жатып, кішкентай құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп алып, алақанына салып тұрып сұрайды. Ане құмырсқа, дәнді қайда алып барасың? Илеуіме апарамын. Оны қайтесің? Кейінге сақтаймын. Көп жинайсың ба? Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қаннен қаперсіз тынығып жатамын. Басың неге үлкен? Аз сөйлеп, көп ойлаймын. Белің неге қылдырықтай? Қомаға емеспін. Жылына қанша дән жейсің? Бір дән жеймін. Соған қанағат етесің бе? Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой. Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қоса қамайды. Данышпан құмырсқаның азықты қалай үнемдейтіндігін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң, данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның өлі-тірісін білмек болып, қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған бір дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: «Ей құмырсқа, сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырғансың? Не себептен сонша үнемдедің?» Сонда құмырсқа былай депті: «Мені қорапқа салып, қамап кеттің. Сыртқа шыға да алмаймын. Егер сіз мені бұл қамаудан босатуды ұмытып кетсеңіз, тағы да бір жыл қамауда жататын едім. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап қанағат еттім». «Құмырсқа, менің істеген ісім дұрыс болмапты. Кешір». Данышпан құмырсқаны қамаудан босатып жібереді. Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті. Қанағаты ертеде данышпан кісі болыпты. Кісі жан-жануардың құрт-құмырсқаның тілін біледі екен. Данышпан жолаушылап келе жатыпты. Кішкентай құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп алып, алақанына салып тұрып: «Кәне құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» «Илеуіме апарамын» дейді. «Оны қайтесің?» «Кейінге сақтаймын» дейді құмырсқа. «Көп жинайсың ба?» «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қысты күні қаннен қаперсіз тынығып жатамын. Басың неге үлкен?» «Аз сөйлеп, көп ойлаймын». «Белің неге қылдырықтай?» «Қомаға емеспін. Жылына қаншадан жейсің?» «Бір дән жеймін». «Соған қанағат етесің бе?» «Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болып, қорапқа бір дән салып, құмырсқаны қоса қамайды. Данышпан құмырсқаны азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң құмырсқаға оралады. Құмырсқаның өлі-тірісін білмек болып, қорапты ашады. Құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған дәннің жартысын жепті. Бұған таңданған данышпан: «Ей құмырсқа, сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын жедің?» дейді. «Мені қорапқа салып қамап кеттің. Сыртқа шыға алмаймын. Егер сіз қамаудан босатуды ұмытып кетсеңіз, тағы бір жыл өмір сүруің керек. Сондықтан дәнді қанағат еттім». Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай беріп қанағатына қайран қалады. Оны қамап қойғанына қиянат болғанын түсініп, кешірім сұрайды. Содан кейін данышпан адам баласына қанағаттың қасиетін үйретіпті.
болатты ертегі. Ертеде данышпан кісі болыпты. Кісі жан жануарлардың, құрт құмырсқалардың тілін біледі екен. Данышпан жолаушылап келе жатып, кішкентай құмырсқаны дан тасып жүрген, оны жерден көтеріп алып, алақанына салып, "Қане құмырсқа, айтшы данды қайда алып барасың?" "Илеуіме апарамын" дейді. "Оны қайтесің?" "Киімге сақтаймын" дейді құмырсқа. "Көп жинайсың ба?" "Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қысты күні қаннен қапесіз тынығып жатамын. Басың неге үлкен?" "Аз сөйлеп, көп ойланамын. Белің неге қылдырықтай?" "Қомағай емессің, жылына қаншадан жейсің?" "Бірден жеймін, соған қанағат етесің бе?" "Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой." Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көргендігіне сүйенген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бірден салып, құмырсқаны қоса қамайды. Данышпан құмырсқаны қалай үнемдете білгісі келді. Бір жол өткен соң құмырсқаға оралады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып қорапты ашады. Құмырсқа тірі екенін қасына қалдырған дәннің жартысын жепті. Бұған таңданған данышпан: "Ей құмырсқа, сен жылына бірден жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырдың?" дейді. "Мені қорапқа салып қамап кеттің, сыртқа шыға алмадым. Егер сіз қамаудан босатуды ұмытып кетсеңіз, тағы бір жыл жатуым керек, сондықтан дәнді қанағат еттім." Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалды. Оны қамап қойғаны қиянат болғаны түсініп кешірім сұрады. Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті. Ертегінің соңы. Рахмет. Құмырсқаның қанағаты. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол барлық жануардың, құрт құмырсқаның тілін біледі екен. Ол бір күн ол қыдырып келе жатса, бір құмырсқа дән тасып жүрген көреді. Оны ұстап алғанда алақанына қояды да сұрақ қояды: "Қане құмырсқа, айтшы маған, бір түйір дәнді қайда алып барасың?" "Мен оны илеуіме апарамын." "Оны қайтесің?" "Мен оны жинаймын." "Көп жинайсың ба?" "Жазда жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын, қыста мен ұйықтаймын." "Басың неге үлкен?" "Менің басым, мен деген аз сөйлеп көп ойлаймын." "Белің неге жіңішке?" "Мен қомағай емеспін." "Bir жылға неше дән жейсің?" "Мен бір түйір дән жеймін." "Сен соған қанағатшыл етесің бе?" дейді. "Мен барлығын көп жей берсем, жердің бетіндегі барлық құмырсқалар аш қалатын еді ғой." Мен құмырсқаның шындық айтқанына ма, өтірік айтып жүр ма білгісі келеді де, оны қорапқа салады да қасына бір түйір дәнді қосып салады. Сол кезде бір жыл өтті. Сол құмырсқан қорапты ашады. Ішінде құмырсқа жатыр, бір түйір дәннің жартысы тұр екен. "Ей құмырсқа, сен деген бір түйір дәнді бір жылға жеймін дедің ғой, оның жартысын қалдырдың ғой, оның жартысы тұр екен. Неге? Сіз мені қорапқа қамадыңыз. Мен бір жыл өткенде мен бір түйір дәннің жартысын жедім. Мені қорапта босатуды ұмытсаңыз, мен тағы бір жыл қораптың ішінде отыратын едім ғой, сосын қалдырдым" дейді. Данышпан құмырсқа шыдамдылығына, тастай беріктігіне риза болады. Қорапқа қамаған үшін кешірім сұрайды. Сондай адамдарға